Отбасы қазақтың бастапқы отаны. Қара шаңырағын қастер тұтпайтын, өсіп өнген жанұясын ардақтамайтын қазақ жоқ. Халқымыздың ғасырлардан бері жалғасып келе жатқан салт дәстүрімізбен суарылған, дінімізбен сусындаған өзіндік отбасы институты бар. Ата мен әже отбасының пірі, әке мен шеше діңі, балалар оның жайқалған бұтақтары. Ұрпағы көбейіп, дүйімелге айналған әулетті жапырағын жайған бәйтерекке теңеп жатамыз. Өкінішке қарай, бүгінде түрлі теріс ағым өкілдері қоғамымызға дендеп енгелі сол отбасы институтының өзегіне жегі құрттай түсіп, іштен ірітіп жатқан жайы бар. Өмірде бір-ақ рет қиылатын ақ некені тозған киімше айырбастап ойыншыққа айналдырды. Талақты тегін дүние сынды оңды-солды тарататын шайықтар шықты. Шариғатта ата-ененің разылығын алу айтылмаған деп ененің бетінен алатын келіндер пайда болды. Намаз оқымасаң кәпірсің деп туысқандық байланысты үзгендер қаншама. Мұның бәрі отбасы құндылығын шайқалту арқылы отанның тамырына балта шабуды мақсат тұтқан сыртқы теріс күштердің әрекеті.